Әлемдегі ең түсініксіз 10 қызықты оқиғамен дәл осы видеода бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі ғалымдардың да өзі әлі де түсіндіре алмайды бұл оқиғалар жайлы. Кейбір оқиғалар бар, олар жай ғана аңыз емес, бірақ әлі күнге дейін ешкім нақты жауабын таппаған. Бүгін сіз білмейтін, әлемді таңғалдырған ең түсініксіз 10 оқиғамен бөлісемін. Соңғысы тіпті қорқынышты. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең соңғы 10-шы орын Мэри Селесте кемесінің жоғалуы. 1872 жылы Атлант мұхитынан табылған кеме. Барлығы орнында, тамақ, киім, жүк, бірақ бір адам жоқ. Экипаж қайда кетті, әлі белгісіз. 9-шы орында Дятлов асуының құпиясы. 1959 жыл 9 турист Орал тауларында жұмбақ жағдайда көз жұмды. Кейбірінің қабырғасы сынған, кейбірінде тіл жоқ. Ресми себеп әлі де күмәнда. 8-ші орында Тунгус жарылысы. 1908 жылы Сібірде болған алып жарылыс. 2000 шаршы километр орман жермен-жексен болды. Бірақ ешқандай кратер жоқ. Метеорит пе, әлде басқа нәрсе ме? Ол да белгісіз. 7-ші орында Бермуд үшбұрышы. Бұл аймақта ұшақтар, кемелер, адамдар із-түзсіз жоғалады. Компас істемей қалады, байланыс үзіледі. Кездейсоқтық па, әлде заңдылық па? 6-шы орында уақыттан озып кеткен адамдар. Кейбір фотоларда заманына сай емес заттар бар. Телефон, заманауи киім, техника. Бұл монтаж ба, әлде уақыт саяхатшылары ма? Сіз қалай ойлайсыз? Ал енді бесікке де келіп жеттік. 5-ші орында Войнич қолжазбасы. 500 жылдан аса уақыт өтті. Бұл кітапты ешбір ғалым оқи алмады. Тілі де, авторы да белгісіз, бірақ ішінде нақты жүйе бар. Маған өте қызықты болып тұр, қандай кітап екені. 4-ші орында түнде қозғалатын тастар. Өлі аңғар ақш. Тастар өздігінен қозғалады. Із қалдырады, бірақ ешкім көрмеген. Қалай? Ал енді үштігімізге де келдік. 3-ші орын аспандағы белгісіз дыбыстар. Әлемнің әр жерінде адамдар бірдей дыбыс естіген. Құтты металл сыңғыры сияқты. Бұл не, табиғат па, әлде басқа нәрсе ме? 2-ші орын жоғалып қайда табылған адамдар. Кейбір адамдар жылдар бойы жоғалып, еш өзгеріссіз қайта оралған. Өздері ешқайда кеткен жоқпыз дейді. Бұл түсініксіз жағдайды сіз қалай түсінер едіңіз? Ал ең соңғы 1-ші орында жаппай жоғалған ауылдар. Әлемде толықтай жоғалып кеткен ауылдар бар. Үйлер тұр, бірақ адам жоқ. Көбі түн ішінде кеткендей әсер қалдырады. Ол адамдар қайда кетті, қайда жоғалып кетті, бәрі белгісіз. Осы 10 оқиғаның қайсысы сізді қатты таңғалдырды? Пікірге нөмірін жазып кетсеңіз болады, немесе қандай тағы да оқиғаларды білесіз, міндетті түрде комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Бұл комментарий, лайк, досыңызға тарату барлығы маған қолдау ретінде. Мен сізді өзімнің парақшамда күтемін. Осындай жұмбақ тақырыптар ұнаса, лайк басыңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.